Бармысыздар, құрметті көрермендер. Біз бүгін Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызылтөбе ауылының Мұхтар Әуезов көшесінің 12-ші үйінде отырмыз. Бұл Адай Ревкомның төрағасы Батыр Би, ел басқарушы қоғам қайраткері Кенже Тобанияз Әлниязұлы дейтін атамыздың шөберелерінің, немерелерінің әулеті. Міне алдарыңызда мынау жаңартылған бейнесі. Мынау 95-ші жылы Маңғыстау ауданының Онда ауылының аумағында өткен үлкен астың республикалық шараның кезінде салынған, біздің есебіміз бойынша Бірғали Бәйекеевтің салған суреті деп отырмыз. Осы астан қалған тәбәрік ретінде біз осы суретті сіздерге көрсетіп қояйық. Астында 120 жыл деген мындай жазуы бар. Ал атаның тікелей ұрпақтарының атынан бізге аз-кем ақпарат беру үшін біз Шамаби ағамыздан көмек сұрайын деп отырмыз. Шамаға бүгінгі атаның рухына беріліп жатқан ас-садаға Алла тағала қабыл еткей. Және азғантай, кішкентай ғана бір шара өткіздік. Сонымыздың ары қарай жалғасы болып, Тобанияз тануда алғашқы қадамдар бола бергей деген тілек айтамыз. Енді өзіңіздің фамилияңыз, әкеңіздің аты, өзіңіздің атыңыздан бастаңыз. Сосын мына жақта отырған кісілердің барлығын таныстырып өтіңіз. Кім көрші, кім нағашыңыз, кім ініңіз, кім балаңыз, кім келін. Келіндеріңіз қай ауылдың қызы. Бірінші бөлімді осы таныстыққа арнаймыз. Өзіңізден бастаңыз. Мен Зәкіржанұлы Шамаби. 1953 жыл дүниеге келгенмін. Тобанияздың немересімін. Сосын қазір біздің осы үйдегі отырған мына қонағымыз, енді өзіміздің бала шағамыз. Осы дастархан басында осындай жиналысып кеңес құрып, сіздің мына келуіңізбенен осы бүгінгі мына таныстырып өтейін. Мен жанымда отқан мына мен өзім жұбайым Боқан қызы Базаргүл. Бұның қай ауылдың қызы? Ысық ауылы, 12 Атабайының Ысық деген ауылынан. Сосын ол кісінің жанында отқан менің Жанби деген қызым. Жанби, Шамаби қызы. Шамаби қызы. Бұл Шеркеш ауылының келіні қазір. Мына жолдас осында бар, қазір таныстырам. Ары қарай. Одан ары қарай Сәлима деген келінім, ең үлкен келінім. Кімнің келіншегі? Ең бара Бекберген деген баламның мына жанымда тұрған Бекбергеннің жолдасы. Қай ауылдың? Бұл Бәли ауылдың қызы. Одан кейінгі бала отырған бұл Ақжонас менің келінім, үшінші келінім. Кімнің келіншегі? Бұл Мырзағали деген баламның келіні, бұл Тоқабай ауылының қызы. Оның енді бер жағында құдаша осы келген жаңағы осы хабар аламын деп осында. Осында бірге осы апасының әрі көмектеседі. Тоқабай ауылының қызы. Тоқабай ауылының қызы. Атың? Малика. Оның бергі жанында отқан жаңа менің өзімнің жаңағы мына Жанбидің жолдасы Асқар. Шеркеш. Бұл Шеркеш ауылының азаматы. Сосын мына сіздің Былай қарай ма? Иә, сіздің сол жағыңызда отқан бұл жаңа мен ең үлкен балам Бекберген. Шамабиұлы. Сосын оның жанында отқан Беке, сен фамилияң Зәкіржанов па? Тобаниязов па? Зәкіржанов. Бізде Тобаниязов вообще жоқ. Немерелеріңізге қойып қойсаңыз айтып. Әкеміздің фамилиясы Тобанияз болмаған. Бақтыбаев. Оның себебі қазір айтамыз, оған терең түсеміз. Сосын енді мына Бекберген жанында отқан бұл Ысмағила деген енеміз. Біздің бір осы ауылда тұрамыз, бірге баяғыдан кәкелеріміз бірге өсті, бірге жүрдік. Осы келгесін мына келіп жатыр қазір. Кенже ме? Кенже. Байтаңат деген кәкеміздің баласы. Сосын оның ар жағында отырған... Мана концерттен көрген бола ғой, Иә. Бұл Шеркеш ауылының азаматы. Менің жиенім Рахманберді деген азамат. Мен енді Қонайдың жиенімен деп жаңа батыр боламын деп жүренді. Менің Амангелді дейтін ағам бар еді осы үйде. Ол нешінші балаңыз және оның келіншегі, бала шағасын жайлап айтып кетіңіз. Амангелді деген ол мен екінші балам. Оның туылған жылын айтайын ба? 79 бекен? 79, мына балам 78. Сосын мына келатқан бала
Бұл Жігіт. тұратшы сен гел сен сөйлей ғой. Солай ба енді өзі. Мына қасыңда орын алып жатқан мен Мырзағали деген балам, үшінші балам. Жаңағы ана Ақжонастың жолдасы. Мінекей. Сол жаңа Амангелдіге тоқтайық енді. Амангелді бұл екінші бала. Бұл 79 жылы туылған Шамабайұлы Амангелді. Бұның жолдасы Нәзира келініміз. Сердалының қызы. Қосай дей берсең ше ол. Қосай, иә. Сердал деме, Қосай десең жетеді осы. Қосай қызы. Олар енді Ақтау қаласының тұрғыны ма? Ақтау қаласының тұрғыны мына бағана болды енді мына. Сосын жаңа бір ең кіші келін бар еді, ол мына мектепте жұмыс жасайды. Жұлдыз деген келінім. Бұл Тәжік ауылының қызы. Түгел деген Енің танисың осы? Түгелдің? Түгелді түгел адам таниды ол. Иә. Сол маған тиесіленді осы өзіме қараған бала шағамның несі осындай. Бірақ енді немерелеріміз бар. Өзіңіздің әкеңізден тумаластарыңызды айтыңыз. Біз әкеден Зәкіржаннан 8 ұрпақпыз. 8-дің 4-еуі қыз, 4-еуі ұл. Ең үлкені? Ең үлкені Талшын деген апамыз. Одан кейінгі Зәуре деген апамыз бар еді. Бұлар Мәнер деген қарындасым бар еді, бұлар бақилық өмірден өтіп кетті. Сосын қазір енді өзімнен кейінгі Ағарке деген қарындасым бар. Ақтауда тұрады. Бұл Медет ауылының келіні. Тобанияздың жиені туған Айтуар Медет Бәйімбеттің келіні. Енді осы бұл жаңа біздің Медет Айтуар дейтін жиенде осы Тобекің жайында көп жаңағы еңбек жасаған кісі, нағашым деп көп жатқан архивтерді ақтарып тен көріп сөйтіп осындай бір көп қайыр жасаған нағаш үшін. Содан енді одан кейінгі Бегендік деген інім бар, бұл 59 жылғы. Оның жолдасы Бәли ауылының қызы. Одан кейінгі Бегарс деген інім болды, бағана көрді, осы келін болды. Келін Есен Жеменейдің қызы өзі жаңағы ініміздің 66 жылы туылған. Үйдің кенжесі ма ол? Иә, кенжесі үйдің. Содан енді біз сол 8 тумаласпыз жаңағы. Мен Алмас деген ағам болған, өзім үлкен. Былтыр дүниеден өтіп кетті. Бұл 49 жылдың тумасы. Сіз өзіңіз қай жылы туылдыңыз? Мен 53 жылғы туылғанмын. Маусым айының ортасында осы дүниеге кіргенбіз. Осы жақында 72 жасқа толамын. Туған күн бірге тойлаймыз екен. Менікі де 10-ы туған күні маусым. Мен 23-мін. Мамаңыз Есеннің қызы дедіңіз бе? Аты жөні? Мен өз анам, туған анам Әуесхан Ертілеу қызы. Бұл 22-ші жыл туылған. Біздің әкеміздің өзі де Зәкіржан да 22-ші жыл туылған. Жылдары ит жылы. Сосын кәрі шешеміз де Есен Жеменей, Өтебайдың мына Есен болып қала жаздадық енді біздер бәрі Есеннен ала берген әйтеуір. Мына менің жолдасым да екеуміз де бөлеміз ана Есеннің жиеніміз. Енді Тобанияздан неше бала? Мен енді өзім атым Бердіқан ғой. Мен тарихты оқыдым. Тобанияздың бірінші, екінші баласының аты Бердіқан сияқты. Ол кісі де атылып кеткен ба, ұсталып кеткен ба, сондай. Мен өзім атымды оқығасын есімде қалып отыр да. Енді Тобанияздың неше жолдасы болған, неше баласы болған, неше қызы болған? Сіздің ақпарат. Тобанияздың енді официальный 4 жұбайы болған. Мұсылманда 4 кісіге рұқсат беріледі екен ғой. Бұның үлкені Шағырдың қызы Қалампыр деген әжеміз болған. Сосын екіншісі Қазақбай қызы Балым болған бұл. Қалшы Жеменейдің қызы. Үшіншісі Моншақ деген шешеміз болған, бұл Қожа қызы. Төртіншісі жаңағы Бақтыбай қызы Дөңбай, Есен Өтебайдың қызы. Сосын енді жаңағы біздің енді Тобанияз әкемнің үлкен баласы Бердіқан. Бұл енді сол Бердіқаннан кейін сол неден Дидар деген бала болған. Ол енді жас кезінде дүниеден өтіп кеткен, 5-6 жасқа деген мен ертерек өтіп кеткен ау деймін дүниеден. Содан біздің білетіміз енді
жаңағы балым шешемізден қыздар бар. Аттарын білсеңіз айтып өтіңіз. Пәтима, Қатима, Шандоз деген 3 қыз болған. Сосын енді мына біздің әкемізде енді көбіне сол балым әжеміз Тобекен жорыққа шыққанда мына тарантас арбамен Дөңбай әжемізді алып кетеді екен қасына. Енді ол жаңағы ер адамның қасында жорықта жүргесін, сыртта жолда енді сондай бір Қажарлы адам керек болады ғой, жаңағы өзіне қарайтын енді санитар жағынан әртүрлі жағдай болады ғой. Соның үшін Тобанияз әкем ертіп жүреді екен қасына. Сонда балым шешеміз қарайды екен көбіне біздің әкемізге. Тамақтайды, сол қарайды. Сосын біздің енді Тобанияз әкемнің енді ол белгілісі ғой енді. Әлниязұлы Тобанияз, Тобанияздың нағашысы Көрпе ұрулары. Көрпенің Маңғыбай тармағынан шығады, тарайды. Ол кісі шешеміздің аты кім? Жансұлу. Тобанияздың шешесінің аты Жансұлу. Бұл Әлнияздың кемпірі ғой, Иә, шешесі Тобанияздың. Бұл Төртқараның қызы. Маңғыбай Көрпенің Төртқара деген мына Қызылсуда жатыр, олардың әкелері, көрпелер. Олардың да басына барып зиярат еткенбіз. Сосын енді Әлнияздың әкесі кім? біздің Кенжеден бастайын енді. Мен астынан көтеріп қойдым, сіз жоғарыдан бастайсыз. Иә. Кенже деген енді 4-ке бөлінеді өзі. Бұрында сол еді, қазір 7 болды енді. Қойсары Қонай сатып алды қара кемпір, Едіге жұлдыз Нұралы дейді қазір. Сосын енді біздің айтайын деп жатқанымыз Тобанияздың әкесін сұрадыңыз ғой. Біздің Кенжеден біз енді Қонай тармағынан тараймыз. Қонайдан Бегеш, біз Бегештен Пұсырман, Қосқұлақ, Әлнияз, Тобанияз, Зәкіржан, мен Шамаби болып тұр. Сонда мына Баянның сыртындағы Бегеш ата. Иә. Сіздің тікелей атаңыз болып тұр ғой? Атамыз сол біздің. Сол Бегештің 10 баласынан тарайтын енді жіліктей берсең бәрі жіліктене береді ғой енді. Мен өзім негізі Кенже дегесін болды деп ойлайын да өзім. Ары қарай бөлмей ақ па? Иә, ол керек біз ақпарат үшін сұрап отырмыз. Керек үшін адам болса өзі сұрап тауып алады ғой. Соның үшін енді мен жігіттерге де айтам, енді өзімнің қатарлы анауымның кішілерге де айтам, бөлінбеңіз Кенжемін деп. Иә. Кенжеме бітті. Керек болса былай шығарып алды, керегін сұрап ала ғой сен. Оңашалап, иә. Түсінікті. Енді аға, біздің ойымыз жалпы саналы адамның ойы, енді Тобанияз біріншіден зерттелу керек, екіншіден қазір жас ұрпаққа насихатталу керек, үшіншіден тарихта ешқандай бұрмаланбай, тура шындық айтылу керек, шама келгенше. Біреуге зиян текпетпейтіндей қылып айтылу керек. Енді аз кем ақпарат, мен қазір мына көрермендермен бөлісіп қояйын. Ағаның бір дорбасы бар деп естідім, өткен Амангелді ағадан, ешкімге бермейді, көрсетпейді. Біздің өзіміз алмай жүрміз деген. Енді мен жолым болып кетіп бүгін мына құжаттардың бәрін көріп өтіп, мына дейтін енді көп қазір шетінен айтам. Бізге белгілісі Тобанияз қыстауы, сосын энциклопедияда кішкентай анықтама, Әбілқайыр Спановтың Тобанияз деген кішкентай кітабы, сосын әр жерлердегі мақалалар, жаңағы сойқан саясат салдары, тағы басқа деген сияқты бір әр кетсе 10 ғана әдебиеттер шығар, иә, Тобанияз атамыз туралы. 10-нан асады енді. Иә, 20 дегенде де ол көп емес, қатты немес қой. Енді Тобанияз атамыз туралы кітап шығаратын болсақ, біріншіден қандай көлемде шығу керек, оны кім жазғаны дұрыс, және оны шығару үшін біздер не істеуіміз керек, кім қалай ұсыныс айтасыз? Осы мәселеге байланысты сіздің пікіріңізді жазып алайық. Енді Тобанияз атамызды енді біз емес айтып жатқан елдің, халықтың ішінде жүргенде осы батыстың бәрі біледі. Тарихқа үңілген кісілер оны біледі, Тобанияздың кім екенін. Оны енді тарих ар жағын айтудың көп мәнісі жоқ шығар, себебі ол мына тасқа таңба басқандай белгілі кісі. Сосын енді ол кісілерде енді осындай қазіргі кезде мына үкіметтің қазір тез болып жатқан дүние ғой қазір. Қазір кітапта да бір 2 апта, 3 аптада жазып шығатындар бар. Бірақ ол кітаптар бір кішкене мағлұматы аздау, сосын да және де кішкентай жұқа кітаптар. Енді мен айтар едім, біздің атамызды еске алып дұрыстап жазатын кісілер болса, дұрыс кісілер жазу керек.
кәдімгі ғылыми істерді басқарып отқан. Сосын да және құмақтылау қылып шығару керек еді. Ол кітапты және шығарғанда кәдімгі баспадан жақсылап шығару керек. Тіпті Тобанияз деген кино шығаруға да болады деп ойлаймын мен. Осыны дұрыс айттыңыз. Иә. Ол себебі қазір біздің қазақтың өз қолынан келіп жатыр бәрі. Ешкімге жалмақтамай-ақ. Себебі мінекей біз телевидение қараймыз. Біздің қазақтың қанша кино шығып жатыр қазір. Қысқа метраждылары бар, былай үлкен кітап нелер бар енді. Соның ішінде енді Маңғыстауға осы еңбегі бүткіл Қазақстанға сіңген деп жатыр ғой Тобекемнің. Тобанияз Әлназұлы. Сол жөнінде жаңағыдай үлкен недегі кітап басылса, Кино түсірілсе бір сондай өзі атаулы жақсы бір ескі жақсылап шығаратынына қазіргі бір мультфильм қылып шығып жатқан кинолардың газеті жоқ дағы. Дұрыстау бір елге бір үлкен кісілер болсын, жаста болсын, мағыналы қылып шықса, ол бәрімізге жақсы болар еді, халыққа да. Ол мына өсіп келе жатқан жас жасөспірімдерге, сосын мына мектепке оқулықтарға кіргізсе осы кісілердің тарихи жұмыстарға. Тарихи жұмыстарға кіргізсе, бұл енді біз енді атамызға қандай жақсылық жасаса біз оған қарсылығымыз жоқ ешқандай. Енді мен осы жерде сөзіңізді бөлейін. Бұна 120 жылдығынан бастайықшы. 120 жылдық деген 95 жылы күзде болды ғой жаңылмасам. Маңғыстау ауданының Оңды ауылында. Мынау содан қалған сурет. Және мен тағы бір тәбәрік айтайын. Мына жерде мынандай сол кездегі енді көп заттар таратылған шығар, берілген шығар, бәйгені біреу алған шығар, біреу астан ауыз түйген шығар. Бірақ осы үйде сол тойдан қалған мынандай құтты бақыраш бар. Енді осы бақырашпен сүт ішкен, шай ішкен, су ішкен сіздің балаларыңыз аман есен өсіп келе жатыр, Құдайға шүкір. Құтты бақыраштың ішінен құт кетпесін аға. Мен мына әдейі көрсетіп отырмын енді. Қымбат дүние емес, бірақ сол 95 жылғы астан қалған кішкентай естелік болғасын әдейі. Осы мамамыздың ұқыптылығы, келіндердің ждақаттылығының арқасында бізге сақталып тұр. Енді 95 жылғы тойды кім инициатор болды? Сіздер қай жылы көшіп келдіңіз? Бұл енді анау Шақырбетті көрдік қой, жаңағы сіздің адресіңіз көрсетілген Шақырбетті көрдік. Ақылдастар алқасы, осындай жерде жиналамыз деген, ана Шақырбетті көрдік қой. Сонымен жиналдыңыз сіздің үйде, әлде? 62 жылы біздің әкеміз Зәкіржан осы өзінің әкесіне Тобаниязға ас берген. Сонау Ташкөпір жер бар, мына Кушка қаласының бер жағында. Бір совхоздың орталығы станциясы бар. Содан 70-80 километр жерде Запыт деген құдық болған. Құдық болғанда ол жерде біздің енді адайдың көбінің сол табаны болып сол жерде ел көп болған, шоғырланған. Сол жерде сол құдықтың басында ағайындармен келісіп әкеміз сол 62 жылы Тобекеңе арнап ас берілген бәйге болған. 62 жылдың өзінде, Иә. 62 жылы күзге қарай, онда біз кішкентаймыз, мектеп интернатта оқимыз. Сонда жаңағы мына біздің бір Атшыбай деген Қаратоқа ауруынан бір ол кезде енді жезде болатын, кейін құда болып кетті бәрі. Соның Шабдар деген бір аты, Шабдар ат беді. Атшекең сол бәйгені бірінші орында алған екен. Бірінші орынға сол кезде енді бір құнанша түйе белгіленген екен. Атшекең осы Тобекеңнің асында менің атымнан келіп, осының маған абырайды жетіп деген ғой. Жаңағы құнаншаны ошақ баста таса кетті, алмай. Содан кейін енді ол біздер Түркменстаннан 90 жылы көшіп келдік. Әкелеріміз 74 жылы дүниеден өтіп кетті. 81 жыл жаңағы Дөңбай деген әжеміз ода сол жерде өмірден өтіп кетті. Сол Чеменабит дейтін жерде бір таудың басында Гүлзар баба дейтін әулиеде қалды ол кісілер. Мен жақында барып сол кісілерге осы март-апрель басында садақа беріп келдім сол кісілердің басына барып. Содан енді көшіп келгесін біздер осы 93 жылы осы
жаңа 95 жылдың астың басы көтеріліп бастады. Бұған әуелгі түрткі болған осы Әбілқайыр Испановпен демесіліп көп болды дейтін ағамыз. Үшеуміз келе жаттық та осы бір әңгімеден әңгіме шығып, осы Тобекеңді бір жарыққа шығарсақ қайтеді деп Әбілқайыр Испанов айтқан. Содан сол жаңағы бастамасы басталып кетті де, арт жағын енді ата-бабаның аруағы қолдаған шығар, қолданып кетті де, осы Қызылтөбеде осы үйде бізде жиналыс болды. Бұл 1993 пе? 94 пе? 93 жылы. 93 жылдан басталды. Сол мына бір типографияға барып, сонда шақыру билет шығарылды. Сонымен 95 жылы мына Онды жерінде, Ондыға бір 5-10 километр бер жағында бір мектеп, пионерский лагерь болған бір 5-6 үй бар, бір не бар екен орын. Сол жерде Тобекеме 95 жылдың осы октябрь айлары мекен ас берілді. Тобекемнің 120 жылдығына. Ол кезде Маңғыстау ауданының әкімі Қартбаев Аманжол. Аманжол болды. Қартбаев Аманжол болды. Медет ауылының азаматы. Иә. Осы Қызылтөбеде тұрды ғой деймін жаңылмасам. Иә, шешесі осында тұрды. Өзінің кіші Амангелді дейтін әлде де осында тұрады. Сосын сол ол кезде енді ағайын кісілер көп еді, үлкен кісілер. Қазір енді сиреп қалды ғой. Аттарын атап жіберіңіз, ұрпақтары естіп отырады. Ұрпақтары естісе мінекей ол кезде енді мына Аралбай дейтін ағамыз болды. Қуанбаев па? Тойыспай, енді бәрін фамилиясын білмеймін де. Сосын мына Жаңбырбай дейтін ағай болды. Сайком дейтін ағай болды. Еділхан. Сосын біздің ана әкемізбен құрдас кімнің жаңағы кімнің Жаңбырбай ағамыздың әкесінің аты кім еді жаңа? Кенже ме? Жұма Кенже. Бұрын председатель болған бір ауылдардың нелердің сондай кісілер болған. Енді тағы көбі ғой енді. Қабияға таласпайып. Қабияға енді ол сірә солай ғой. Иә, сол асқа үйіміз тіктік біз. Ол Түркменстан келгенде жаңағы киіз үйіміз бар еді, соны тігіп, сонда жаңағы Таласпай дейтін, Таласпаев Қаби деген ағамыз. Ол да қасымызда үй тіккен бірге. Сол асқа барып тігіп, сол астан кейін бәрі кеткеннен кейін сол екеуміз қалдық сол жұртта. Тобанияздың тойынан кейін. Иә. Сол жерде қалған немізді қызықтап, 1-2 күннен кейін ауылымызға көшіп келдік қайтадан. Ас күшті, өте күшті жақсы болды. Астың өзінде жаңа бір 53 па, 54 киіз үй тігілді, осы ағайындар жан жақтан барып. Онда бәйге ат қосылды, бәйге тігілді. Бұл астың болар кезінде біздің алдында бұл идеялардың бәрін енді қолдап тұрған Кетебаев, мына Ләззат Қиынов ағамыз еді. Мына облыс әкімшілігінде басқарып тұрған. Бұл енді тап сол бір айға шамасы қалғанда бұл ағамызды өзгертіп жаңағы облыс әкімі болып Левитин деген кісі келді. Ағамыз мына басқа бір жаққа ауысып кетті. Сонымен жаңағы енді бәрі қызық жерінен ағамыз сөйтіп кетіп қалды. Оның енді қолында емес қой енді. Рахмет айтамыз ғой енді бәріне. Рахмет айтамыз сол кісілерге, бәріне осы атсалысқан кісілерге. Бұл енді көппен бітетін шаруа, оның ішінде ағайынның жаңағы ауызы бірлігі сол жаңағы заттың бәрі сол әрқайсысы өзінің сойым малдарын әкеліп өз нелерін жасап атты. Бірақ енді Тобекеме жан жақтан келген дүние зат енді ол айтарлықтай бар енді бәрі де. Сонымен сол ас деген үрлеп өтті. Асқа бірінші бәйгеге бір жиендер сельский орал мәшін тікті бәйгеге. Жиендер деп жалпылама айтпаңыз. Сізде жиен көп қой. Бас жүлдеге көлікті тіккен жиен ол дара жиен ғой. Ат жөнін айтыңыз. Ол кісілер енді өмірден өтіп кетті. Енді Сұлтан деген бір жиеніміз бар еді. Әрі күйеу, әрі жиен. Енді соның жолдас жоралары сол бәрі жиналып жаңағы
Сельский Урал, ол кезде олар үлкен машиналардың қатарына кіретін машиналар ғой, жүк машиналары. Сосын енді мына облыс әкімі видеотройка дейтін болды. Жаңа шығып жатқан кездері шығар, енді қымбат болуы керек. Сол нені қосып, сосын енді бәйгенің үлкен машинді екінші орынға ауыстырып жүрді, бірдеме қылды енді сол жерден бір түсіністік. Аламанды кім бірінші келтірді атын? Атын келгенде осы мына Шағадам жақтан Қошаба дейтін жерден келді бір ат. Оны түстей алмаймын да, бірақ енді сол атқа осы бәйге берілді. Сосын енді бір жарықты енді ас болғасын енді ауа райы өте жақсы болды. Кішкене жаңбыр жауып шағын басты жердің. Әсем жаңағы сондай жиналыс болды. Енді ол мына Алматыдан кілең үлкен кісілер келді, қонақтар келді. Осы Қазақстанның баспасында жұмыс жасайтын мына журналистерден 9 кісі келді. Олар мына мен інімнің үйінде қонақта болды бәрі. Қабайолла Сыдықов. Қабайолла Сыдықов, Матай жаңағы Құбайдолла Айдаров. Сосын енді мен қазір есіме түсіп отқан жоқ. Осы жерде бір жерде списекте бар еді солардың аттары. Енді олардың бәрі енді қалған шығар, енді бәрі көп марқұм болып кеткен шығар. Енді сол кісілер енді әрқайсысы өзі осы Тобекең жайлы кітап жазғандар да бар ішінде. Былай естіміш хабарлар айтып, сонда олар әдемі сөзбенен сөйтіп қонақта болған кісілер. Енді сол астан кейін бір жазушыға үй берілді дедіңіз ғой, Ақтаудан. Қабиолла Сыдықовқа ма, әлде Әбілқайыр Спановқа ма? Енді сол бір екі үй бөлінді деді. Тобекеңнің осы асында деді. Бұластың енді біреуі енді Қабиолла Сыдықов, мына профессор тарихшы ол енді. Сол кісіге берілді. Оның өзі айтты, менен осында екі бөлмелі үй берілді маған. Сосын екінші үйді кімге берген білмеймін енді. О да сол біреулерге берілген шығар. Енді бұл жерде мен дүние түгін дейін отқан жоқпын. Тек сол астың кезінде атаның ауылға келіп атқан ұрпақтарына қандай құрмет көрсетілді? Үй берілді ме, көлік мінгізді ме, әлде сіздердің астарыңызға ат мінгізіп, шапан жауып, сондай құрмет көрсетілді ме, әлде тек атаның ұрпақтары деп қарабайыр ғана айтылып өттіңіздер, сосын қайтадан ауылға келіп Қызылтөбеде күні бүгінге дейін тұрып жатсыздар ма? Енді күні бүгінге дейін сол баяғы көшіп келген қалпымызда жүрміз. Шынын айту керек, енді онымен дүние іздеп отқан жоқпын, бірақ енді бізге аталып берілген ештеме жоқ. Бізге ең болмаса көшіп келдің ғой деген бір подиум ақша бірдеме береді екен ғой көшіп келгенде. Сонда біз алған жоқпыз, енді өтірік айтып отқан жоқпын. Енді Құдайға шүкір үйіңіз бар, бала шағаңыз бар, жолдасыңыз қасыңызда, елдің қоңыр ортасында келе жатсыз ғой. Дек бұл жерде мен айтайын дегенім, Тобанияздың ұрпақтарына маңғыстаулықтардың ықыласы қалай болды деген сұрақтың жауабы ғана білейін деген. Енді аяқ астынан қазір Тобанияз Әлниязұлының 150 жылдығына орай Ақтау қаласынан, болмаса Мұнайлы ауданынан үй беріледі деп жатса, болмаса кенже ағайындар жиналып астыңызға көлік мінгізейік, осы кісілерден басқа ұрпағы жоқ қой деп Шамаби ағаны шақырайық деп жатса, сіз қарсы боласыз ба, отказ бересіз ба, әлде қабылдауға мүмкіндігіңіз бар ма? Мен соны біліп алайын, ертең сыйлық келіп қалып кімге берерімізді білмей жатармыз. Бірден айтып қояйық деп жатқан. Енді мынау пендешілік сұрақ дегенмен атаға құрмет деп қабылдау керек. Рахмет. Енді мына сөйлегеннен көңілім босап кетіп отыр. Мен сол бәрінде қабылдар едім, сөйлеп жатса. Елге өте мен өзім жақсы көремін, халқымызды, елімізді. Осы ата-бабамыздың жүрген жерінде осындай қазір Құдайға шүкірміз. Бала шағамыз бар, қазір Тобекеңнің де бір 50-60 ұрпақтары бар. Құдайға шүкір дейміз. Сосын енді оны бір енді негізі қарап отырса бірдеме болатын сондай нелер бар шығар енді жолдары. Біз оны қолын татқан жоқпыз, сұрап татқан жоқпыз. Енді ол енді қалай болғанда мына анамда болғанша алақанымда болсын деп тұр. Кәне онда жаңағыдай бір нелер іске асып кетсе өте қуанышты болар еді. Біз де қартайып қалдық енді. Енді мына жерде бір сұрақ туады да. 120 жылдығы дүркіреп онды да өтеді. Сосын 150 жылдығын аздап биыл атап өтейін деп жатырмыз ғой. Ортадағы 130-140 деген жылдарда нелер болды? Айтыс, ескерткіш салу, жыршылар сайысы не өтті ортада? Әлде тойланбай қарапайым аты болып өтіп кетті ме? Тобекемнің осы сол 120 жылдығы бір есте қаларлықтар болған жаңағы мерекесі
Одан кейін енді бір айтарлығы, сол 95 жылы күзде, осы октябрь айында мына мүсін ашылды Ақтаудың ортасында. Шебері Көшер Байғазиев. Шебері мына Байғазиев Көшер деген ініміз болды. Оның енді әуелгі несі бір 20 жыл тұрды енді, мызғымастан. Бірақ енді оның ана сырты қорғасын, іші бетон. Сол жайлап өзі ыдырап бастағаннан кейін енді біздерде әр жерге барып айтып жүрдік, мына ағайындар бар, және де басқа да ағайындар айтып жүрді. Ана Тобекеңнің шапаны тозып тұр ғой, оған қарау керек қой деп. Сөйтіп жүргенде енді осы әкімдердің де енді несіне тиген болу керек. Тұрым Серікбай Өтелгенұлының кезінде бюджеттен қарастырылып, Ноғаев мырза келген кезде ашты ғой. Солай ғой, жаңылмасам, 1-2 жыл бұрын. Иә, сонда жаңадан мына Алматының бер жағында Фабричный деген жерде сондай мүсін жөндейтін жер бар екен. Сол жерде сол баяғы өзіміздің Байғазиев Көшер осы істі шараны пайдаланып, қайтадан бронза екен деймін осы несі материалы. Содан қайтадан Тобанияз әкемнің мүсінін жасады. Яғни жаңа ескерткішке қоятын сыныңыз, ештеңеңіз жоқ, көңіліңіз толады атаның ұрпағы ретінде. Енді өте жақсы сияқты біздерге. Енді ол жаңағы өзі біз сын мін тағатын несі бар, кәкемнің атағы тұр жазулы астында. Сол кәкем сол тұғырында тұрса деп ойлаймыз. Алла елдің ортасында әйтеуір көрініп тұр, жақсы. Енді Тобанияз кәкемнің орнатылған жері өте күшті жер, Ақтаудың ортасы, елдің іші. Біз оған сын мін таға алмаймыз. Енді аға, мынандай маған ой келіп отыр, енді менікі дұрыс па дұрыс емес пе білмеймін. Кезінде Түркменстаннан 60 жылдығы тойланып Маңғыстауға келетін кезде Есенғали Бөкенбаев деген ақын атамызға, ол кісі Ұлы Отан соғысының ардагері екен. Енді ақынға үй беру керек деген кезде құжаттандыру керек қой енді. Тегінен тегін бере салса, ол әкім сотталып кетуі мүмкін, іс қозғалып кетуі мүмкін. Сол үшін ол кісіні Ұлы Отан соғысының ардагері кезек күттірмей үй бере салған, яғни ақынды құрметтеп жатқан сияқты ол көрініп тұр. Ар жағы құжаты Ұлы Отан соғысы. Енді Тобанияздың ұрпағына қалай үй береміз деген мен сұрақпен басы қатып отқан кісілер болса, сіз жаңылмасам ауған соғысының ардагерісіз. Иә? Осымен де құжаттандырып бір бөлмелі үй беріп жатса, ешқандай қарсылық жоқ, заңды ешкім белшесінен баспайды деп ойлаймын. Естіп отырған адамдар болса, төменде комментарий жазып кетуге болады. Енді Тобанияз деген кім? Ертең мысалға жас ұрпақ айту мүмкін, біз қайдан оқимыз, әлеуметтік желіде жоқ деген сияқты. Мынау біздің Маңғыстау облысының бірінші шығарылымы, Маңғыстау энциклопедиясының. Осының екінші шығарылымы да бар болу керек, бірақ біздің қолымызда 222 бетінде міне оқып берейін. Әлниязов Тобанияз 1975 жылы туған, қоғам қайраткері, ұстаз зергер болған. Әлниязов елге белгілі адамдар Мәтжан, Қаражан, Айдарбай сияқты билерден тәлім алған, шешендігі, әділдігімен сыйлы атанды. Қиын кезеңдерде елдің тұтастығын сақтау, бірлігін нығайтуға күш салды, дау жанжалдарға әділ төрелік айтып бітістірді. 1918 жылы Адай ревкомының төрағасы болып сайланды. Әлниязов басқаруындағы ревком кеңес үкіметінің ақ гвардияшылардан қорғау, елді кеңістендіру, оқу ағарту, шаруашылық жұмыстарымен айналысты. Айтып келеді де, соңғы жағында айтады, қашан қайда өлгені белгісіз. 1962 жылы ақталды. Маңғыстау ауданының Ақшымырау ауылында Тобанияз Әлниязов атындағы орта мектеп бар деп аяқталады осы энциклопедияда. Енді қайда өлгені белгісіз деген сұрақтың жауабын іздеп көрейік. Сіздің қолыңызда қарайған құжат не дейді? Ол кісінің қай жерде, жоғамен қай жерде қайтқаны, болмаса кімнің қолынан қаза тапқаны, немесе қандай жағдайда өмірден өткендігі туралы сіз не білесіз ұрпағы ретінде? Біз енді осы біздің әкеміздің фамилиясы өз Тобекеңнің атында емес. Себебі ол деген Тобанияз әкеміздің фамилиясының өзінен ол запы көрген. Оқуға алмаған, жұмысқа жүргізілмеген, халық жауырын ұрпағы деген сондай атақ осы кешегінгі нағашысы Бақтыбаев болып келді ғой, соған бір үлкен кісі көрегенді кісі айтқан, Зәкіржан, сен мына фамилияңды ауыстыр сен. Мына нағашыңның фамилиясына өт деген ғой. Содан нағашысы Бақтыбай деген кісінің атына жаңа құжатын ауыстырған, Бақтыбай Зәкіржан болып сол өмірден өтті әкеміз. Енді жаңағы тақырыбы қалай еді, айтайын деп. Атамыздың қайтқаны туралы ақпарат керек. Бізге белгілісінде Маңғыстауды Қазақстанға қосты да, өзіне Маңғыстаудан мола бұйырмай қалды деген ғой енді. Біз Түркменстанда тұрғанда осы мына Тобанияздың суреттеп әртүрлі суреттер келетін еді.
сонда біз енді қайдамыз, көрмеген адамымыз ғой Тобекеңді. Соған біздер дейтін едік, иә мынау кәкеміз екен ау деп соған. Қарап жүрсек оның бәрі бекер суреттер екен. Ана жыл осы 94 жыл, 95 жылдары осы мына Әбілқайыр Испанов ағамыз мына КГБ-да жасайтын бір орыс танысы бар екен. Соған сұраған ғой, сен маған қалайда болса бір Тобекемнің бір жаңағы қайда жазаланғанын, қай жерде болғанын, ең болмаса бір суретін тауып берші деген ғой. Сонда мына сіздің қолыңыздағы суретті алған екен. Мынау түрмедегі сурет ғой. Мен тек осыны көмектесейін саған деп, басқа жерді сұрама депті менен. Сосын осы суретті алып келді маған. Онда Тобанияз кәкемнің балдызы бар еді. Бақтыбайұлы Әділхан деген кісі осында тұрады, мына Сайын ауылында тұратын еді. Шаруашылығымен айналып жүрген. Мен осы суретті алып бардым сол кісіге. Ой, қуанып кетіп бардым, мына нағашы еке дедім, мына сурет танисың ба дедім. Отыра кетті ана кісі. Ол кісі көрген ғой Тобанияз. Иә, қолында мына жаңағы көк мешіт бар ғой, Әбділда Хазіреттің көк мешіті. Сол жерде жаңа айту бар, жиен медет. Осы кісілерді сол дәріс оқуға берген Тобекем. Бұлар енді жаңағы нелері күшті болғасын, көп оқымайды, хулиганчы етіп, анау-мынау көп сабаққа бармаған. Бірақ енді кішкене бір өздерінің несін алған енді, сауаттылығын. Сонда сол нағашымыз айтты, жаңа кәрі нағашымыз ғой біздің енді. Ой, жарықтығым-ай, мінекей өзі деп мынау сурет. Бірақ енді мынау абақтыда отырған сурет екен. Ана үстінде киім емес, кілең орамалдар байлап қойған. Ана мына бетіндегі сақал мұрттары, енді адам өзін өзі не қылып жүреді ғой былай. Өз билігінде жүрсе. Сонда сол осы суретті сол кәрі нағашымыз таныды. Содан кейін енді бұл мына жаңағы Әбілқайыр Испанов бар, тағылар сол сұрағанымызда осы түгіп сіздердің фамилияңыз Тобанияз қылып ауыстырамыз деді осы мына жиын өткеннен кейін. Сосын Тобекеңнің қай жерде мүрдесі қалған архивтерден іздеп тауып, оны жарыққа шығарамыз деді, белгілі деді. Сөйтіп жүрген соның бәрі де өтті, жаңағы жиналыс баяғы аста өтті, басқасы да кетті, бірақ айтылған соң сонысымен қалды. Яғни қазіргі кезде Тобанияз Әлниязовның туған жерін білеміз, туған жылын білеміз. Иә. Бірақ қай жерде жатқанын білмейміз ғой. Білмейміз. Солай ма? Яғни белгі қойылған жоқ ол кісіге. Белгі қойылған жоқ, енді оны мына белгісі енді осы мүсін тұрған Тобекемнің. Енді Тобекемнің енді Құдайға шүкір қазір енді мектептер бар атында, мына көшелерге берілді. Сосын енді келешектен де кім біліп жатыр енді мына тарихшылардың мойнына үлкен шаруа бар екен ғой сонда. Әлде де бар. Тобанияздың жатқан жерін тапқан адамға сүйіншілейміз. Енді Тобанияздың әкесі Әлнияздың табылуы. Иә. Маңғыстау облыстық қорығының директоры Нұрлан Құлбайдан хабар келді сізге. Нұрбай Құлбай, сосын қасындағы жаңағы кім бар ғой міне сақалы бардың атын. Айта беріңіз енді. Кім? Еділхан. Алқажан Еділхан. Еділхан екеуі сол олар сол музей жерлерді қарап жүргенде сол Сағыз, мына станция Сағыз дейміз, былайда Сағыз, ертедегі Сағыз ғой. Бұл Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылы. Иә, Сағыз ауылы. Соның мына түстік бетінде 15-16 шақырым жерде Алпана деген әулие бар. Судың мына жоғарғы бетінде, төменгі бетінде Түктата дейтіні бар. Бұлар енді ерлі зайыпты болған, бірақ екеуі де жаңағы аруақты кісі болғасын, екеуіміз екі жаққа жатайық, бір әулиеге сыймаспыз деп, екеуін екі жаққа қойған екен баяғы үлкен кісілер. Сол жоғарғы жақта жаңағы Алпанада жаңағы кімдер кісілер сол қарап әулиені ақтарып жаңағы нелер жазып жүргенде бір жатқан үлкен құлпытас сол бетімен құлаған ғой жерге. Аударып қараса, мына жерге құлағасын жазу бұзылмайды екен. Сол жерде Пұсырманұлы Әлнияз деп сол жаңа шыққан, соған жылы қайтқан жылы сол мына неде жазылады екен. Уапат болды деп, мына өз соғастың тілдерімен жазылады екен. Сол
Тобекемнің жаңағы әкесі сол жерден шықты, Құлпытасы. Бұл қай жылы? Бұл 13-ші жыл ма екен, 14-ші жыл ма екен? 1913 2014. 2014 жылы. Сосын белгі қойдыңыз ба басына? Сосын мұның мына неден Сағыздан 51 километр мына батысқа жүрсең, баяғы Тобанияз әкемнің ертеде мына біздің енді Маңғыстаудың елі жайлауға сояққа шығады екен ғой. Соған шыққанда әр ұруға жерді бөледі екен. Бір Ақшелек дейтін жер бар. Бұл жаңағы мына жанақтарға берілген жер екен. Соның арасы 8 шақырым жерде Буракөл дейтін көл болған. Манағы бес көлдің біреуі емес пе? Буракөл, Әсемкөл, Тірсеккөл, Жіңішкекөл, Жыланкөл деген 5 көл бар екен айналасында. Сол көлдің жаңа Буракөлде кішкене бір шағындау жаңағы не бар? Қойылған жаңағы қауым. Сол жерде кенжелер бар. Сол кенжеге жақын жұрағаттар, мынаулардың қауымдары екен. Соң басында сол 2006 жылы барғанымызда біз бір Көкмешітке бардық. О да Сағыздың мына шығыс түстік жағында Әбділда Хазірет деген кісі мешіт ұстаған екен, Көкмешіт. Бұл енді Қосай есек. Абдулла Хазірет Жанағұлы. Хазірет деген енді о да бір жаңағы генерал деген сияқты өзінің мұсылман дініндегі бір үлкен не ғой жаңағы атау. Сол кісінің несіне мына Сарып дейтін өзенді туғаластарымыз ас берді. Сол жердегі Сары деген атамыз сол жерде жатыр екен. Соң басына барып ас бергенде біз де бардық сол асқа. Сол жерде бір Көбай деген ағамыз Сағызда тұратын. Сол Буракөл деген жерде сен әжең бар деді, Тобанияздың шешесі. Сол мен білем қай жерде жатқан, мен шешемнің қасында жатыр деді. Сол жерде сосын мен сол бір Сағыздың жігітімен жаңағы сұрадым, інім дедім, біз көне келіп жатқан жоқпыз, бізді бір сол Буракөлге апарасың ба деді. Алып барайын деді. Ол 70 километр екен сол жерден. Қара жолмен келіп, мана ағамызды алып келіп, мына жерде Айшапаң да бар қасымызда. Халық емшісі. Иә. Айшапай. Сол мына Қожа Ахмет деген інім бар. Бәріміз бардық кешке қарай. Барсақ сол жерде бір жаңа Көбай деген ағамыздың шешесінің қасында бір ойылған жер бар екен мынандай. Енді қараусыз болған, әрі ештеме қойылмаған о кездерде. Кім біледі қандай жағдайда о кісілер сол жерге жерленді. Мынау деді Тобанияздың шешесінің жатқан жері деді, Жансұлу деген кісі. Бұның ұруы Көрпенің Маңғыбайы Төртқара деген кісінің ұрпағы деді. Сосын сол жерде Тобанияз әкем 12 терезелі үй салды деп баяғы Дөңбай мамам айтатын еді. Соны 53 жылға дейін колхоз пайдаланып келіпті. Сол үйді. Кейін енді ол үйлер енді тас үй емес қой, тастан емес енді былай кезектен салған саздан салған үйлер шығар. Бірақ орны бар, мына фундаменттерінің енді үгітіліп қалған орындары бар екен. Сосын соғыстың да басына барып сол жерден 2 күні де Әлнияз атамызға да оның жұбайы жаңағы Жансұлу әжемізге де басына жаңағыдай мына темір решеткадан жаңағы сваркаменен жаңағы там дейді ғой енді. Жаңағы біз енді сол белгі. Иә. Жаңа мал зат не баспайтын деп әдемілеп жаңағы сыртына решеткаменен қоршау салдық. Оның енді жаңа суреттер болу керек осы жерде енді. Сосын басына мраморға ойғызып, жазғызып, сол кісілердің қайтқан жылы, болған жылдары соның басында жазылып тұр. Ол енді сындырып тастамаса кетпейтін жазумен ойып жазылған кәдімгі басына. Сөйтіп 15-ші жылы, 14-ші жылы сол жаңағы сол кісілерге садақа бердік, сол жерде бір 2 мал Сағыздың басында. Соларға енді өмірден өткенінде кім біліп жатыр, осы бала шағамыз, туғаластарымызбен барып, жаңағы адам былай өмірден өткенде бір киім таратады екен ғой жаңағы. Кәделерін орындадық дейсіз ғой. Жасап, 2 мал садақамызды беріп,
сөйтіп келгеніміз бар. Мүмкін берілмей қалған болса, Иә. сіз орындадыңыз, егер берілген болса да ол артық нәрсе емес қой. Алла сауаптан жазсын. Аха, енді кітап шығарам дейтін кісілерге жаңа жұлдыз журналдан бастадық қой, ә? Сіз қай жылғы нөмірді айтып отырсыз? 62 жылғы нөмірді айтсыңыз ба жұлдыздың? Мынау мінекей. Маған көрсетіп жіберіңіз, мен экранға бөлісейін көрермендермен. Мынау мінекей, мынау ішіндегі жаңа несі. Осының тарихын айта беріңіз, мен көрсете беремін. Бұл енді жұлдыз журналының 1973 жылғы біздің әкеміз осы мәдениет және тұрмыс осы жұлдыз журналы сосын тағы бір екі нелерге жазылатын еді баяғыда. Түркменстанда тұрып Қазақстанның әдеби тарихи журналдарын алдырып оқыды, дұрыс па? Иә. Сонда осындай мына Маршал Әбдіхалық дегеннің несі шықты, мақаласы. Қаратөбе келісімі деген. Бұл Қаратөбе келісімі дегені қалай дегенде, баяғыда мына Торғайдан Әлібек Жангелдин деген кісі революционер, Лениннің мандатын алған кісі дейді. Енді сол осы жаққа жаңағы қызыл әскердің әскерменен мына халыққа әскердің мына қызыл әскердің несін үйретеміз деп халықты соған енді бір ұйғарымменен осы бері шыққан екен Астраханьменен. Бұлар кемемен келіп мына теріс жағамен келіп мына Кетік қаласына келгенде, Кетік қаласында әлде де мына патшаның мына ақ патшаның әскерлері бөлініп қалғандары бар екен, солар атысып жолатпапты неге жаңағы причалға. Сосын бұлар кейін жүріп мына теріс жағадан сол кемемен келіп түсіріп, сол адамдары енді көлік жоқ қой бұларда. Сонымен айналып келіп мына елге Бозашыменен келіп, сонда 18-ші жылы мына Қаратөбе мәстекте жиналыс болған екен. Қаратөбе дегенде кәдімгі біздің Досан Батырдың жатқан жері біздің ауылдағы Қаратөбе қауымы ғой. Иә. Сол жерге сосын енді осы ат шаптырылып енді мына адайдың кілең ауыл басқарып отқан, ел басқарып отқан және де оқымысты кісілер бәрі де жиналған екен. Сол жерде жаңағы Маңғыстауға революционный комитеттің төрағасы болып адам іздейді. Бұған енді сауатты кісілер де болған ол кезде енді мұны хат танитындар. Қалайда сол біздің Тобанияз Әлниязұлын бәрі қолдаған екен. Осы кісінің әділдігі бар, халыққа алакөздігі жоқ, елге деген өзінің бір сондай жаңағы құштарлығы күшті елге қарайтын сол кісі біз қолдаймыз деп Тобанияз Әлниязұлын сол жерде революционный комитеттің төрағасы деп сайлаған екен ғой енді. Енді қан деп те оны жаңа Еділхановтың айтады ғой, ақ киізге салып Тобекеңді қан деп сайлаған әуелде деп. Халықтың енді айтып кеткені ғой енді. Иә. Соңғы шын әлге дейін де Тобанияз хан дейді, біреулер ханның ұрпағы дейді, біздер мәз боламыз соған енді. Иә. Енді 300-де мен Амандық ағамның өлеңін оқып жіберейін. Төкен Танауыл дейтін атамызға арнауының ішінде Амандық Көмеков деген профессор ағамыз былай деп айтады. Адайда адай болғаннан 8 арыс болып сомдалған, жеменей болғаннан абыройын Алла оңғарған, бұл ауылдың азаматтары алшаңдап ат көтермес нән болған, арулары ақсайып айналаға сән болған, жігіті түгіл қызы бар құдықтан тартып нардалған, қай халықта бар еді қарадан шығып қан болған дейді. Енді осы жерде Тобанияз атамыз да айтып тұр ғой, қарадан шығып қан болған деп. Сөзіңізді ары қарай жалғастыра беріңіз. Енді жаңағы Бескөлді айттық, атамыздың жүрген жерін айттық, монасын іздеу керек, жатқан жерін қандай жағдайда қаза тапқанын зерттеу керек екендігін айтып жатырмыз, иә? Енді мынандай бір қалай десем болады, қазір бірдеме жасау үшін біреу бастау керек. Сосын жаңағы аламызда ұрпағы жасау керек, ұрпағы ақша жинау керек, ұрпағына салмақ түсу керек деген сияқты бір бөлінушілік дейміз ба, әлде тек сон адамға ғана қажеттілік дейміз ба, әлде үлкен үйлей алмайтындығымызды мен түсінбеймін. Жалпы мынандай бар ма, мысалға Тобаниязда енді сөз жоқ, сіз кез келген жағдайда Тобанияз атамызға байланысты шарада сіз қалыс қалмайсыз деп ойлаймын. Бірақ сіздің руласыңыз емес, ауылдасыңыз емес кісілерден, жаңағы жазушыларды айттық қой, енді тағы да Тобанияз тану бойынша жұмыс жасап жүрген кісілерді атап айтыңызшы.
сіздің ұрласыңыз емес, ауылдасыңыз емес, бірақ Тобанияз туралы осындай болу керек деп жүрген қайраткерлерді. Бұлардың енді ішінде қазір енді мына біздер енді үлкен кісілерді іздейміз ғой. Үлкен кісі өзіміз болдық, қазір 70-тен кеттік мінекей. Енді үлкен кісілер қазір баяғы өткен кеткенді айтатын кісілер қалған жоқ. Оның көбі қазір бір 70-80-нің арасында кісілер қалған. Көп кісілердің енді бақилыққа өмірден өтіп кетті, білетін кісілер. Енді кісілердің айтатыны бәрі сол мына қазіргі бұрынғы кісілердің жазып кеткені, айтып кеткен әңгімелері ғой. Бұған енді біз пәлен деп не қылғанда кім енді ол қазір мына бір Қайсы бірін айтайын дейсіз ғой? той болса, бір мереке болса, бұл кенже тек кенже емес, жемелейдің ішінен қолын көтеретіндер бар. Біздің ауылдан қан шыққан, батыр шыққан деп. Енді қан шыққаны осы Тобанияз ұлы Әлнияз ғой. Енді оған сөйдеп атқанда ол қайсы болмасын дейді. Бәрінде бір басшы керек сияқты бұлардың алдына шығып жаңағы ұйғаратын бәрін. Яғни жылдың соңына дейін Тобанияз Әлниязұлының 150 жылдығын үлкен дәрежеде өткізуге біздің мүмкіндігіміз бар ғой. Бар. Елдің азаматтары бар, Аллаға шүкір. Естіп отырса, құлақтарын алтын сырға. Енді мен сіздің мұрағатыңыздан бір жақсы мынандай не көріп қалдым. Бұған дейін халық ақыны, қазақ кср-ның халық ақыны Сәттіғұл Жанғаловтың 2 дастаны бар. Тобанияз түрмеге түскенде, Тобанияз хан ұсталғанда деген. Одан кейін Ғафу Қайырбековтың өлеңдерін білеміз біз. Одан кейін Қаби Таласбаевтың 3 дастаны бар. Одан кейін Шамшадин Сабытаевтың 120 жылдықта арнауы бар. Бағана сахнада мектеп оқушысы айтты. Енді менің қолыма мынандай құжат түсіп тұр. Өмірзақ Қалбайұлы Қарақалпақстанда өмір сүрген Адайдың Қосай дейтін ауылының перзенті, халық ақыны. Тобанияз толғауы дейді. Мынаны біз бұған дейін көрген жоқпыз. Бұл қайдан сақталып жүр? Атаның өзі берді ме? Мынау толық нұсқа ма? Әлде Жұмысшы дейтін газетке шықты, Түркменстандағы Жұмысшы дейтін қазақ газетіне жарияланған екен. Ал енді осыны бір айтып жіберіңіз, қайдан шықты? Бұл енді мінекей, мұнда да бар мінекей, Тобанияз жалғасы бар депті мұнда. Толғауы. Өмірзақ Қалбайұлы. Осы кісілер баяғы асқа келгенде алып келді ау деймін осыны. Қазір енді былай не отырсақ енді осы кісілердің мінекей осы жазған нелері осында тұр, енді бұған ережелеп қарап бір не қылатын кісі керек бәрінде. Енді осы Тобанияз атамыздың асында көп дүние келді. Ол дүние дегенің қалай? Осында қалған, қатқан, енді бері келгенше Тобанияз жайлы ешкім мақтауда, боқтауда айта алмады ғой. Қорықтық қой, бір-бірімізден қорқып отырдық қой. Сосын енді кейін енді мына ақталғаннан кейін осындай көп зат көріне бастады. Соның біреуі мына толғау, Менің өзім бүгін бірінші рет көріп отырмын. Светқали ағаның керемет толғауы бар мысалға. Соларды білемін де, бірақ Өмірзақ Қалбайұлыныкін бірінші рет көріп отырмын. Яғни бұдан шығатын қорытынды Тобанияз Әлниязұлының 150 жылдығына орай республикалық жыршы термешілер сайысын өткізетін болсақ, Тобанияз туралы бізде дастандар жетеді екен ғой. Яғни материал жетеді, тек қана осы конкурс жасап ұйымдастырып жіберу керек сияқты. Мына мінекей жаңа көк мешіт. Осының несімен сол ауылынан алдым. Біздің жаңа Бердіхан дейтін ағамыз бар, әкеміз бар ғой. Осы Әбділда Қазіреттің інісінің күйеу баласы. Біздің мына Тобаниязбен құдамдары мына кісі. Соның мынау жаңағы дәріс берген несі. Көк мешіт. Көк мешіт дейді ғой. Көк мешіт. Несінде бар. Тағы алтын қорда қандай құжаттар бар? Мынау қызықтырып қояйық тарихшыларды. Әлниязұлының басынан құлпытасына жазылған жазу. Топырақ жаққа қарап қалған үшін сақталып қалған ғой. Сынып былай құлағанда екі бөлінген, бас жағы, аяқ жағы. Мынау бас жағы сол мінекей. Сонан Сұрман ұлы Әлнияз деп жазылған ғой. Иә. Қайтқан жылы бар. Яғни біздің тарихшылар мен әдебиетшілерге зерттейтін, жырлайтын тақырып. Тіпті ақындардың мүшәйрасын өткізіп жіберсе де болады екен, Тобанияз туралы. Енді тіпті ешқандай не жоқ, тақырып жетеді. Тек біздің, мен мынаған таңғаламын аға. 90 жылдары бізде ақша болған жоқ та, бірақ аталарды ұлықтауға ниет болды да. Енді қазір бізде ақша көп, миллиондаған, миллиардтаған. Бірақ аталарды ұлықтауға ниет азайып баратқан сияқты да. Сондықтан біздің көрермендерге
осы аталарға деген ниеттеріңізді түзетіп жіберіп, осы 150 жылдығын жақсы өткізіп жіберейік деген ұсыныс айтып қоямыз. Енді кім тойып тамақ ішпейді, кім көлік мінбейді, барлығы да бұл дүниеде қалатын шаруа. Ал о дүниеге барғанда алдымыздан тобекең шығып жатса, ұялмай әңгіме айтуымыз керек қой. Мындай жасап едік деп. Сондықтан азамат жігіттерге арнайы айтып отырмын. Енді жаңағы бидің айтқанын құлды айтады, бірақ аузың дуасы жоқ деген. Енді осы мен әдейі өзімнің аузыммен айтып отырмын. Өйткені сіздер мені қорқытып, үркітіп, жалдап айтқызып отқан жоқсыздар. Мен сіздердің ауылдастарыңыз емеспін, мен сіздің замандасыңыз емеспін, мен сіздің ұруласыңыз емеспін. Осы бізге бір ең бір ойсырап тұрған жеріміз болғаннан кейін жанашырлықпен ғана айтып отырмын. Рахмет, дұрыс айтасың. Енді алдағы уақытта жалпы мен енді бір нәрсе сұрайын, бұл Тобанияз тақырыбынан бөлек. Жалпы сіздің арманыңызды айтыңызшы маған. Шамаби Зәкіржанұлы Тобаниязов деген ақсақалдың арманы. Сіз нені армандайсыз? Армандағанда адамда арман көп дейді ғой. Жаңа орыстар айтады ғой, мечтать невероятно деп. Ол енді жаңағы көңіліңде көп затты ойлайсың. Бірақ енді мен осы елге, халыққа, қазіргі біздің осы жеткен өміріміздегі осы өмірге өзім көңілім жақсы толады. Аллаға шүкіршілік етемін. Шүкіршілік етемін, иә. Шүкіршілік етемін, қанағаттықта бар өзімізде. Біз енді осы әкеміздің шаңырағы әлі сол, мен үйім демеймін, әкемнің үйі деймін. Тобекеңнің үйі деп мына білетіндер сыйлайды. Сосын енді бұл жерде елдің аманшылығы, жұрттың тыныштығы, мына артта өсіп келатқан ұл-қыздар мына Тобанияздың кезіндегідей залым өмір жолықпасын бұларға. Әбден. Енді халықтың қазір басшылар қандай жақсылық жасайын сізде, халқына қолында билігі тұр ғой өзінің. Мүмкіндік бар ғой. Мүмкіндігі бар. Ана баяғы анау-мынау жерге барып қаржы сұрайтындай емес, Құдайға шүкір. Біздің өзіміздің байлығымыз да бар, билігіміз де бар, өзіміз болып отқан кезіміз бар ғой. Мен енді ойлаймын, Маңғыстау тіпті көп жерден ілгері десем өтірікші болмаймын. Аллаға шүкір. Бұда енді азаматтар бар жасап жатқан. Бірақ сол азаматтарға жол ашып беріп, алдынан жетелейтін азаматтар керек. Үлкен жоғарыда отқан лауазымды кісілер осындай нелерді қолдаса, олардың да ата-бабалары бар ғой, бәрінде. Осындай жолға бір жақсы салып кетсе, ол келешек ұрпаққа бәрі осының жаңағы үлкен бір мирас қой қалып тұрған бұл. Бәрімізді ол жаңағы өмірден бәрімізді өтерміз, бірақ енді артында қалған ұрпаққа осындай жақсы бір жолдар болса, сондай өткен кісілердің еске алса, енді қазір азаматтар көбі ас беріп жатыр, осы неше жылдан бері ас беріліп, қазір мына бір мейман қонақ үйлері, жаңа мейманханалардың бәрінде садақа беріліп жатыр. Бұның бәрі жақсылық деп ойлаймын. Ата-бабаларын еске алып жатқан. Сол сияқты енді біздің Тобанияз атамыздың да Құдайға шүкір енді абырайы бар. Біздің әжеміз айтады, мен қой шатым болмаса тай шатым бар деп. Сол сияқты. Баяғыда Тобанияз әкем жас кезінде бір әңгіме айтып кетейін кішкене. Мамам әжеміздің бізге әңгіме айтып беретін еді. Соны кейде бір өзіміз әже бір әңгіме айтып берсең, ой итай саған әңгіме не керек дейді, әңгіме түсінесің ба сен? Балалау кезімізде де. Соны кейде бір көңіл ашылып кете ма, ол кезде бір кісі бір кірап кіседі әжеміз. Оның үстінен тердің заттың иісі шықпайды. Мына қалампырдың иісі шығып тұрады. Сосын мына орамалы қолында. Ол аха деп қазір мына кемпірлер тістері оқырайып күлмейді, ауыздарын ашып. Былай. Етіп күледі. Жөтелсе де қолында орамалы. Кірап кісі осы суреті болу керек әжем. Жаңа көрсеттім ғой. Сол кісі бір әңгімесін айтып береді. Оның көбіміз ұмытып кетеміз ғой балалықпенен. Тобанияздың әйелі Дөңбай. Сол кісі. Мінекей. Мен де сің ауылдың бүткіл шал кемпірін танып алуға айналдым ау. Тобанияз зерттеймін деп. Жаңағы осы Тобекеменді бұда билік болған ғой. Би болғанда жаңағы халыққа қарайтын билік емес те, сөйлегенде сөздің билігін орындаған ғой. Енді көп анау-мынау жерде Тобекеме ешкім сөйлей алмайды екен.
Себебі оның бір өзінің бір қарағанда көзінде Сұс бар ма? ана адамдар тіке қарай алмайды екен Тобанязға әкеме. Сосын бұл тамақты да көп ішпейді екен. Сол кішкене өзіне бір не қылса сонымен отырып сосын ана бір ертеде осы Ақтауға келген әзірлерімізде бір мына бір Есеновтің алдына бір үй тігу керек болды, киіз үй. Сонда біздің үйіміз бар онда, біз көшіп келген кезіміз, ай тіктегенге тектік, онда қайдан білейік. Кілең бір жас балдар келді, жаңағы неде оқитын. Ой, бұлар үйді сындырып кетеді. Тігу білмейді, тартып алады. Күлдіргіштен сындырамыз оқты. Сонда үйді тігіп, жаңа болғасын мынандай дастархан жасалғасын бір үлкен кісі келіп отырды. Сол кезде де ол бір 80-ге келіп қалған кісі еді. Үлкен кісі танымаймыз ғой біз енді. Сосын мына кімнің үйі деп сұрайды ғой енді. Кімнің үйі деп, біз осындай кенже, осындай Тобанияздың баласы Зәкіржанның үйі. Мен немересімін дедім. Жаңағы кісі отыра кетті. Япырмайды, Тобекеңнің шаңыраға келген екен-ау деп. Соны шай ішіп отырып, сол кісі айтты, баяғы Тобекең енді мына 37 болысқа қараған ғой. Осы мына шақ адамда, осы біз Тобанязға әкемнің несінде. Бұл енді мынаяқ Ақтөбе, мынаяқ шақ адам, осы ортадағы неге билігі жүрген ғой. Сосын сол келген қонақтарға 60 өрекейіз дейді. 60 өрекейіз болғанда қандай ол 60 өрекейіз деген. Соған ана қолдан келеді, тона қолдан келеді, жалыбымен келеді де көбі бір деме сұрайын дейді. Болмаса біреулер зорлық қылады шығар, болмаса бір анау-мынаудың арасын шешуге Тобанязға әкеме келеді екен. Сонда 60 өрекейізді былай не қылып қойып, соны әрқайсының алдына барып Тобекең сұрайды екен, не қызметпен келдің деп. Сосын айтып береді, анау, сосын келесіге барады сөйтіп. Жаңа кісілердің бәрінің несін тыңдап алады, келіп орнына отырады екен. Сосын бұны біріншіден бастайды, соған жауап береді. Соның әрқайсының айтқанын ол шатастырмай өзіне айтып береді екен. Жауабындағы Шешуін. Иә, шешуін. Әне кәкең сондай аруа құдіреті болған деп жаңа айтып отырады да. Сонда жаңағы енді бұл мына жары Мәтжан деген кісі енді би болған ғой. Иә, екеуінің арасында да біраз әңгімелер бар ғой енді. Иә, оның енді ана соткында да бір әңгімесі бар еді. Ана жақта. Бұлар енді біздің адайда 3 би бар ғой, белгілі. Есен Ерменбет би бар. Сосын тағы үшіншісі кім еді, құдай ау. Жаманқара Иса. Жаманқара Иса. Осы үшеуі осы адайдың билігі енді бұның ішіндегі үлкен полковнигі Мәтжан. Жары Мәтжан. Сол Мәтжан бір өзінің қасында 4-5 жолдастарымен келе жатса, біздің Тобанязға әкем енді Әлнияз атамыз қарапайым адам болған бір. Кішкене бір шеберлігі болған, анау жаңағы Қызылқарқанның ана білезігі сақиналарын жасаған, соның сүйек бас ер дейді атқа салатын. Сосын жаңағы көрікке салып, осы Қаратаудың есінде көмірменен алып, сондай шеберлік жасайды екен. Бұлардың Тобанязға әкемнің енді жігітчік жағы бір тоғыр аты бар екен, сосын бір боталы маясы бар екен есіктің алдында тұрған. Сонымен келе жатқанда Мәтжан айтады, ай осы бейшікте би болғысы келіп жүр осы. Барайықшы бұрылып дейді, бір көрек қонаққа қандай қызмет жасар екен, бізді қандай немен сыйлар екен деп. Сынап көрейік дейді. Иә, сынап көрейік дейді. 4-5 адам бұрыла кетеді. Сәске түстің кезі ау деймін. Соны келгесін жаңағы Жансұлу әжеміз өте шапшаң кісі болған екен. Мына бұл Шегемнің қызы дедіңіз бе? Жоқ, көрпе. Көрпенің. Маңғыбай көрпе. Төртқара дедіңіз бе? 3 көрпе бар ғой, күйік көрпе. Аралбай көрпе, Маңғыбай көрпе. Сол Маңғыбай көрпенің қызы екен әжеміз. Сонда шустыр енді бір пісірген түсіргенді шапшаң екен да. Сосын қонақтарды күтіп алып алдынан шығып Тобекең үйге кіре берің дейді, шешесіне шай жасай бер дейді. Баяғы боталы маяның ботасы қалады, алып келіп сояды бұны. Маяны? Жалғыз маяны. Енді басқа ішеме жоқ қой, бір тұғыр ат бар. Ол көлік қой енді. Иә, көлік. Анау ат маяны сойып тастайды. Ой, кәкемде жас кезінде шапшаң болған екен. Сойып, етін затынан жаңағы әдемілеп, енді қуырдақ қуырды ма, кім біледі не қылған. Сол шайменен тамақтап бана кісілерді бір әбден
жақсылап қарнын тойғызған екен. Содан жаңағы енді күн ауғасын бұлар жолға шығып жүреді ғой, ауылдан анандай жерге шыққасын жаңағы ішіндегі жаңағы жарыматшаның қасындағылардың біреу айтыпты керіліп, япырмай Тобекеңнің үйіне келіп қарнымыз тойып, көңіліміз көтеріліп қалды ау деп, енді шай ішті, тамақ жеді, тоқ. Ол кезде бір тоқтықтың өзі бір байлық дейді ғой. Сөйдегенде Матжан айтты, ей, Тобанияз түйе сойған жоқ, бізді сойды депті. Ана байқадыңыз ба, есіктің алдында тұрған боталы маяның ботасы қарып қойды боздап. Енесін сойып саған тамақ берді. Келесі жылы әрқайсыңыз бір боталы маядан бересіңіз депті. Мәтекеңде мәрт қой енді, айтқыр қой енді. Ана сөйтіп айтып кеткен екен деп. Сондай бір мақал. Тобанияз деген екен деген біраз оқып жүрміз әжерлерден. Кітапта бар. Енді кешегі Түркменстан сапары. Біз енді Әлнияз атамыз туралы айттық. Қонайдан бері айтып келе жатырмыз. Тобанияз туралы білгендігімізді айттық, білмегенімізді тарихшылар айта жатыр. Енді Зәкіржан атамыз Түркменстан Республикасы, Мары облысы, қай ауылда жатыр? Кушка ауданы, қазір Тақтабазар ауданы болды. Ауысып кетті. Ол кісі 1922 жылы туды, сосын 1974 жылы. 74 жылы қайтты. Осы февраль ақпан бола ма? Ақпан айының 19-18 күні түнде сол қайтқан, ауырмаған, сол жатқан төсегінде өмірден өтіп кетті. Енді сол мен анау әлеуметтік желідегі видеодан көрдім, Фейсбуктан. Сіз барасыз, сол жердегі достарыңызбен қауымға барасыңыз, ауылдастарыңыз, құрдастарыңыз бар ма, или ағайындар ма сол жердегі әлде тұратын? Сол сапар туралы айтып өтіңізші. Мен енді осы сапарда кеткенде 99 жылда барып қайттық, көшіп қайттық, біз 90 жыл көшіп қайттық қой. Онда ел көп еді о жақта. Қазір енді ел жоқ о жақта, қазақ жоқ. Бірақ енді баяғы әкемізді көрген кісілер бар, бізбен қатар жүрген кісілер бар. Бір жолдас болған жігіттеріміз бар. Жігіт емес енді, олар да шал болды ғой. Жігіт ағасы деп қой. Осы жолы барып бір келгенім, сол кісілерге барып бір өніммен адамда денсаулық бола ма? Аяғым ауырса да кеттім соған. Осы балдарым тиын-тебен жинап берді. Соған барып, осы жерден күн жарымда барасың. Күн жарымда барып, сол жерде Гүлзар баба деген әулие бар таудың басында. Таудың бас жағы қазақтар келең. Ана неде бар енді ол. Видеода. Біз қазір мында бөлісеміз ғой. Төменгі жақтар түркмендер. Түркмендердің қауымында олардың бас жағына бір ағаш қояды былай. Бірақ енді олар жойылып кеткен жақсы көреді. Білінбей жоқ болып кетсе. Біз самсатып мавзолей салған жақсы көреміз. Біздер болса там саламыз басына. Сосын құлпы тас қоямыз жазып белгі. Осы барғанда біз қасында бір жар жігіт болды, құрдасым өзімнің. Екеуміз кеттік. Күн жарым дегенде барып, сол жерде енді оларда бір танитын түркмен деген халықты енді біз енді жамандық көрген жоқ бұлардан. Бұлар бір бауырмал, сондай бір жамандығыңды көрмесе, өзің бір қылмыс жасамасаң, ол сені жаңа енді оның айтып не қылу, ана көзін көрсең өзің білер едің енді, қонағында болса сыйлайды. Осындай дастархан жаяды, саған енді әйтеуір тамағының тәттісі сенікі. Сол жерде түркмендер де болған сияқты, сіздің видеодан көрген кезде. Түркмен енді қазақ жоқ қой. Сол жерде мен мал алдым. Мал арзандау екен, биыл сәл қымбаттаған екен. Бір малымды алып, сосын түркмендердің мынау әйелдері бар ғой. Соларға садақаға мынандай көлемде садақа берейін деп едім. Соған қандай продукты керек? Біз енді білмейміз ғой оны. Десе, ой, өзім жазам бәрін деп, мынандай бір неге жазып бәрін берді. Мынау керек, түген керек, мынау керек, анау керек. Сосын тамның басына садақа бердіңіз. Тамның сол жерде мына жағында үлкен әулие бар. Ана әулиеден басқа. Садақаны сол жерге береді. Бірақ екеуінің арасы бір 5-6 километр бар. Ол жерде су бар. Мына Ауғанстаннан келіп жатқан речке бар. Сол мына жаз мезгілінде март-апрельдерінде жауын көп болса көтеріліп кетеді. Ол жерде мост жоқ. Басқа жақтан айналып келетін болсаң болады, бірақ тік өте алмайсың. Сонда да біз уаз машинамен өттік, сол жерден барып, жаңағы әжеміздің, әкеміздің басына барып, әкеміздің
Тобанияз 3 тумалас болған ғой. Соның бір қыз тумаласы болған. Сол 3 тумаластың кішісі Қойшығұл деген Бекқара деген кісінің баласы да сол жерде жатыр. Кім деген? Шалбар. Аты Шалбар ма? Сол кісілердің басына бардым, зиярат еттік. Сол молдамды алып бардым, қасында сол молда бар екен. Енді оны жаңағы ана флешкеде бар. Содан жаңағы баяғы малды, баяғы тамақтың бәрін кешке бір үйге түсірдім, танитын кісімнің үйіне. Таңертең ерте алып кетті олар. Қызғырқыны бәрін кетіп, әулиеге барып, Дайындады. сойып, дайындап, мынандай столын жасап бәрі. Мынадан да ұзындау үйі бар жаңағы. Түнекқанасы ғой енді. Түнекқанасы бар. Бәрі де бар басында несі. Енді үлкен әулие болды. Белгілі әулие. Өлгі адам қоймайды да, сол жерде бір әулие бар. Соған түнейді адамдар барып, сол басына зиярат етеді. Ана қауымшылық болса, жаңа біздің көкем жатқан жері. Біздің әкеміз ол, мен армияда жүрген жылым, осы майда келейін деп тұрғанда февральда қайтыс болды. Содан солардың басына барып, жаңа Құранымды оқытып, әрқайсысына өзінің несіне тиесілі Құранын оқытып, молдаға. Сосын садақамызды тараттық. Жаңа түрікмендер айтыр, олар да мәз болып жатыр, айтып жатыр бәрі. Зәкір Ша дейді біздің әкемізге, Зәкір Ша дейді. Біздің әкеміздің авторитеті күшті де жүрді. Мына танитын балдарына дейін бәрі әкеміздің алдынан жүгіп шығады. Әкеміз бір қол ашық кісі еді. Ана дүкен бар бір судың бойында мынандай. Жапта, кілең ана біздің мына безелдіктер отырады ғой. Сол жақта безелдіктер отырды. Қасына дүкен бар бұл жерде. Ана көбі ішеді олардың да. Солар шақырып алады бәрін берген неғып қасқылар енді айлыққа жетпейді. Біздің әкемізде ақша жүреді дейді, қалайдан қаяқтан табатын білмеймін. Жаңаларға алып береді жаңағы. Сол бұның бәрі мәз жаңағы. Әкеңіз кім болды? Қойшы? Зәкіржан. Мұнайшы, шопыр? Жоқ, ояқта мұнайшы деген ештеме жоқ. Ояқта шаруашылық, мал шаруашылығы. Анау видеода қарап отырмыз ғой, табиғаты дәл біздің Маңғыстау сияқты. Енді табиғаты оның өзгеше ар жақтың. Ар жағы өзгеше. Мына Шағадан бер жақ міне ғой, Маңғыстауға келетін. Мына Ашхабадтан бер жақ. Ар жағы ол деген оның жері басқа бөлек. Енді түрікмендер айтып жатқан жоқ па, мысалға аталарыңыз алып кетіңіздер, біз не қыламыз, тіркейміз мемлекеттің несіне деген. Ондай заң жоқ қой, қысым жоқ қой қазір, иә? Ондай сыбыс та жоқ, әңгіме де жоқ. Анау тәжіктер айтыпты ғой өткенде. Мына жерден жол түсейін деп жатыр, аталарыңыз алып кетіңіздер деген сияқты. Жоқ. Тәжікстанда. Біздің енді әулие деген өте күшті жерде тұр, екі судың ортасында былай келген. Екі су қосылады жаңағы үлкен әулиенің қасында. Сол жерде тұрған жері өте күшті жер. Түрікмендер енді сол айтып жатыр ғой, япырмай жылап жүргендер де бар. Көп жылдан бері көрмедік қой оларды. Баяғы ауылда біздің әкемізбен бірге жүрген, көрген, мынандай шай шу біздің дастархан ашық болды ғой үйде. Түрікмен деген жоқ, басқа деген жоқ. Енді әкеміздің атын айтып келеді. Әкеміз бір жерде біреу келе жатса, сол біздерге тамақ келсін ана кісі, сол бірге жейміз деп отыратын кісі еді. Сондай өзінің қол ашықтығы бар. Папаңыз сағынасыз ба? Папамызды енді сағынғанда мен қазір папамнан үлкенмін жасым. Сағынатын жасына өтіп кеттім десең. Онда берген садақаларыңызды Алла қабыл етсін. Атаның жолында, жалпы елдің бірлігі жолында жасап жатқан шараларды ұзағынан қылғай. Және бүткіл мамаларыңызды айттыңыз ғой енді жаңа. Сіздердің аман қалуыңыздың өзінде үлкен қайраткерлік танытқан, тегін өзгерту арқылы, жасыру арқылы деген сияқты сіздердің аман қалуыңызға үлкен қызмет жасаған мамаларымызды айтып жатырмыз. Енді сіздің ұрпағыңызды көбейтіп отырған мына мамамызға да, енді сіз рахмет айтып жатсаңыз жұрттар айтар, кемпір мақтап отыр, анау мынау деген сияқты. Мен рахмет айтып қояйын апа сізге. Осы атаның ұрпақтарын өмірге алып келгеніне сізге үлкен рахмет. Аман отырыңыз, 100-ге дейін жұптарың жазылмай бірге жүрсін. Енді анау жиеннің қолындағы домбыраны көріп отырмын. Бұл не? Күй тартасың ба, ән айтасың ба, жыр ма? Қандай өнерің бар? Кел, мен жерге кел. Нағашыларыңның кітабының қасында отыр. Сонымен біз 1 сағат 14 минут сөйлеппіз. Енді ата туралы айта беруге болады көбірек. Біздің микрофонды маған беріп жібер, мен жиенге берейін.
Жомарт ауылдың жиені болған қандай, оның үстіне Тобанияздың жиені. Күй ме? Жоқ, отыра бер, мына жерден қоямын. Енді қазір мен сені таныстырайын, е? Сенің атың? Аманқожа Абдрахман. Атың Абдрахман, е? Шамаби ағаның Жиенімін. қызынан, мына кісіден туған, мына кісінің баласы. Дұрыс па? Ал қорытындыны осы жиенмен жасайық. Енді Құдайға шүкір жиеннен жол болған ауылсыз ғой. Бір жиеніңіз зейіл тігіп атса атамыздың асына. Енді бір жиеніңіз күй тартып ән шырқап атса, енді тағы бір жиендерің 150 жылдықты тойлап берсе тіпті рахаттан айнып отырсыз ғой. Бұл енді мына домбыраға қатысып жүреді. Профессионал емес те. Енді бәрі содан басталады өзі. Иә, жайлап енді үйреніп келатыр. Ал кеттік, бір күй, сонымен қорытындылаймыз. Той бастап. Аха, кеттік. Ой, бәрекелді. Ой, рахмет. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің Тобанияз Әлниязұлының 150 жылдығына орай ұйымдастырған Қызылтөбе мәдениет үйінің қолдауымен өткен шарамызды көрулеріңіз келсе, сөзбен сөз бағдарламасының YouTube каналында тұр. 1 сағаттай шара өтті. Ол жерде бірнеше жаңалықтар айтылды және атамыздың тікелей ұрпағы немересі Шамаби Зәкежанұлының шаңырағында болған 1 сағаттан аса сұхбат, аз кем ақпарат алдық деп ойлаймыз, бұл толық емес. Осыдан түйген қорытындымыз атаның 31 желтоқсанға дейін той тойлауға мүмкіндігіміз бар. Айтыс өткізейік, жыршылардың конкурсын өткізейік, мүшайра, Арнау, Ақшымарау Қызанда тойлайық, Қызылтөбеде тойлайық, Алматы мен Астанада тойлайық, Ақтөбеде, Атырауда тойлайық. Қалай болғанда да атаның ұрпаққа үлгі болатын істерін насихаттауды жалғастыра беруіміз керек. Кітабын шығарайық. Жалпы Тобекеңе сауап болатын, жас ұрпаққа сабақ болатын шараларда кездескенше. Шамаби аға, аман отырыңыз. Сөзбен сөз бағдарламасы қосулы болсын. Бізде осындай тарихи азғантай ақпарат болды. Рахмет, аман отырыңыз. Рахмет, өте жақсы болды бәрі. Енді зерттеушілер алдағы уақытта мынандай құжаттар бар. Мына жақта ағамның алтын дорбасынан шыққан кітаптар бар. Мынандай барлығы Әбілқайыр ағаның еңбегін айтып кетуге. Сосын Ілебен деген кісіні айтады, анау Қаби ағаның Арнауында. Сәдуақасов па, ол кісі де біраз зерттеген болып тұр ғой, а? Олар да зерттеген. Ілебен Сәдуақасұлы как раз айтқан бойым еді, дәл келді. Болат Жұмағұловтың еңбектері бар мына жерде. Қамбар Оразовта да біраз нәрсе айтылады. Энциклопедия бар, Тобанияз Әбілқайыр Сұлтанов. Айтып бар деген кісі бір жиен. Соғыстың көп Медет, еңбегі бар. Медет, Ақталуда да біраз еңбегі бар еді ғой. Ол көп ізденісте жүрген. Әуелді басын бастап осы ақталу үшін соғыстың еңбегі өте күшті зор деп ойлаймын. Тобанияз қыстауы, өмір іздері енді көп. Сондықтан алдағы уақытта тағы да шараларда кездесеміз деп ойлаймыз. Әзірге біздікі тек бастап беру, ары қарай қолдау сіздерден болсын. Артында ұрпағы болса да, болмаса да біз Тобанияз тойлауға міндеттіміз деп ойлаймыз. Сондықтан амалшылықта кездесейік. Маңғыстаудың тарихында адам ұялатын нәрсе жоқ. Сабақ болатын істерді жалғастыра берейік. Рахмет, аман болайық.